жаңа Сақиф тайпасы исламды қабылдаған кезде пайғамбар Халид ибн Валидті жіберіп, Сақиф тайпасында қалып қойған бір пұт бар, Лат деген. Сол Лат деген пұтты барып қиратады. Сонда бір сахабалардың ішінде небір нелер бар ғой енді. Пенде болғаннан әзіл қойлар болады ғой ішінде. Мұғира ибн Шуба деген сахаба болады да. Қарап тұрыңдар дейді, сахабаларға айтады. Халид бар, бәрі жүр ғой енді, Халид басшы сол жерде. Қарап тұрыңдар, қатырам қазір мен дейді. Қатырам қазір. Сөйтеді де анау жаңа Лат бар ғой, Құдай деп сүйініп жүрген бұлар, тастан жасалған ғой бұл, ағаш пен тастан. Соның төбесіне шығады да қолына дәу балтаны алады да, балтамен екі рет ұрады да жерге ана бұл күшті өз-өзін лақтырады ғой былайша. Жерге бүйтіп лақтырады деп қалтырайды сахаба ше. Ойбай, Құдайдың қарғысы сапты дейді ғой жаңа таифтықтар ше. Бұлардың ақидасын тексеріп жатыр ғой жаңа сахаба. Құдайдың қарғысы сапты дейді ғой. Сонда атып тұрады да, ай бейшаралар, әлі Латқа сенесіңдер ме? Тұр басып тауып дейді Аллахтың ше. Бұл пайда да бермейді, зиян да бермейді ғой бұл деп айтады. Әшейін сендер не істейді екен деп айтады дейді. Мұғира ибн Шуба радиаллаху анху. Осындай бір керемет қызық оқиғалар болған. Енді Құдай қаласа